Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сіздермен бірге біздің командамыз видеоблогер үйірмесі. Бүгін біздің кезекті влогымыз. Бүгін 1 апрель, өздеріңіз де білесіздер. Бүгінгі біздің блогтарымыз тек қана сіздерге көңіл-күй әзілмен байланысты болады. Олай болса, достар, біздер қазір өзіміздің 8-ші А сериалына түсіп жатырған достарымызға пранк жасаймыз. Жарқыннан бастайық. Жарқыннан бастаймыз. Жарқынға кім звондайды? Достар, қазір біз 8 сериалындағы Жарқынға пранк жасайтын боламыз, оған Ақниетін звондайды. Номері осындай. Номерін түсірмей қой. Так, қалай айтасың ал? Жарқын, сен неге кинода 8-ада неге қыз сияқты болып жүресің? Сен неге 8-а киносында неге қыз сияқты болып жүресің? Сен кімсің? Фанатынмын сенің. Қоши. Нөміріңді бір қыздардан алғам ғой. Кімді алмайсың? Бір қыздардан деймін. Аружансың ба сен? Иә. Ужас. Не істеятсың? Ұйықтап жатыр. Давай бір күні шығып фотоға түсейік. Фотоға түсейік деймін. Классно. Слышно, шақырыңыз ба? Мен сен жақын емеспін негізі. Біз сізден сізге саласыз болады. Магазиндегі Айгүл тәтенің қызымын. Мен ана дүкендегі Айгүл тәтенің қызымын. Короче, товарный ұйықтай. Достар, негізіге Қайсардың шын аты Бек, сол Бекті алдайын деп жатыр қазір. Кеттік. Ал достар, жаңа біздер Қайсарға звондаған болатынбыз, ол телефонын көтермеді. Енді біздер Мадинаға звондайын деп жатырмыз, яғни Наргизі. Наргиз. Достар, біздер қазір осы отырған адамдар, біздер яғни звондасақ, ол кім жаңағы актерлар біз түсініп қояды, дауысымызды біледі, себебі біз олармен көп сөйлесеміз. Ал бізде Ақниетті олар танымайды әзірше, дауысын жаттап әлі үлгерген жоқ деп айтсақ болады. Сондықтан Ақниетке звондатып отырмыз. Ертең Наргизді стереоға шақырып қояды жүрсің өздері. Алмай жатыр көбі. Алло. Привет, қалайсың? Кімсің? Сен 8-адағы Мадина емессің ба да? Иә. Сен неге өзіншесің? Давайте, қайттан. Жындан атып жатыр. Ой, алло, өзімшемін ал болды ма? Сен неше оқисың жалпы? 8 оқисың ба? Саған не керек ол? Сен неге Аружанға тиісе бересің? Тиіспей жүрші? Ол кино ғой, жаным, ал ол кино емес па? Кино болса да. Но енді рөл сондай нағыл дейсің оған. Қай мектепте оқисың?
саған үйренеу. Басқа рөлді алмайсың ба? Аружанға тиісіп жүргенше. Сен сұрамаймын ғой, өзім білемін ғой, сен неше рөлің бар. Берілген рөлді аламын, ол не болады саған? Сен сонда өмірде де өзінше сияқтысың ғой. Сен мынандай сұрақтардан кейін қалай өзінше болмайды? Сен оданша киноға түспей ақ қойшы. Сен онда шаруаң болмасын. Сен ба түспеймін ба өзім білемін. Шын айтамын, оданша киноға түспей ақ қойған дұрыс. Менің тақдирым бар. Мәдинаның реакциясы кім? Сізден айта жеткізе алмайтын боламыз. Ал жерін ашуланды, алайында кімге сондаймыз? Қатты ашуланды. Ол бұны білсе бізге ренжитін сияқты. Бекке қайттан сонда бақтырық, достар. Иә, қайттан көрейік. Привет, Бек. Қайсар, қалайсың? Қалайсың? Жақсы, не істеп жатсың? Қайсар, не ғой? Аружан қайда екенін білесің бе? Сен неге осы Аружан артынан қалмай жүресің? Басқа қыздарға да қарашеш. Сен айтасың былай дейсің бе? Онда сен кино онда деген сен рөліңді ауыстырып алшы, ешкіммен жарқынмен ауыстыршы. Жоқ, 4 серияда жарқын болып ойнап көрші. Сен шынымен де 8-ші сынып оқисың ба? Неше оқисың? 8 оқисың ба? Шынымен 8 Бектің сөздері шынымен түсініксіз. Аузын ашық сөйлемейді. Тұншық сөйлеп жатыр ма? Қуасың ба 3 серия? Достар, біздер қазір жүргізуші ағайды алайын деп жатырық, Жандос ағай, соған звондап көреміз. Иә, киноға түсуге келісім берер ме екен, бермес пе екен? Кеттік. Режиссер. Сәлеметсіз. Алматыға. Қалайсыз? Кім екен? Мен 8 сериалына түскім келіп тұр. Түсейін деген едім. Кім екен бұл? Алло. Оқушы едім. Түсініп тұрмын енді, аты жөніңді айтшы, қайдан хабарластың, кімнен алдың номер? Бір қыздардан алып едім, сол класстастарымнан. Біздер ондай кастинг жасап өйтіп алмаймыз. Кружоктағы балдар ғой, онда қанша қазір бөлімі қалып, қазір оған. Ақшасын төлеймін. Ондай әңгіме ақшада емес, мәселе ол емес. Ол дейтін жақталатын орталықтың ішінде қатысып жатқан балдар арасында отқан кино ғой. Сол орталыққа қатыссаңыз, кружокқа. Дальнейшем алдағы уақытта өзіңіздің тәжірибеңізге байланысты басқа да киноларға түспейсіз. Жақсы сізге тап қазір. Аружан деген киноға түсе алмайды ғой. Соның орнына түсейін. Кімден не дейсіз? Аружан деген киноға түсе алмайды ғой басқа. Мен түсейін соның орнына. Уақытында алмай ақ қойшы, жақсы аман бол. Жандос ағай уақытымды алмай ақ қойшы деп аяқтады сөзінің соңын. Ол біздер режиссер ағай болатын. Енді біздер қазір Саматқа звондаймыз, 8 сериалындағы Саматқа звондаймыз. Кеттік.
Привет. А, Привет. Круто. Қалайсың? Сен саматсың ба? Сен 8 оқисың ба, шынымен? Неше оқисың? Кімсің? Сенің фанатың едім. Кеше ұйықтап тұрдым. Оянбайсың ба? Сен 8 оқитынға ұқсамайсың. Неге оған түсіп жүрсің 8-ға? 8 жасымын. Бойың Қытай апаштай ғой. 6 оқимын. Жо, 8-ға неге түсіп жүрсің деймін. Бойың келмейді. Өздері ғой шақырған. Танысайық. Неге? Сол. Рөл ауыстырайық давай. Қарап кетсе. Адам ұйықтай отыр ғой. Адам ұйықтай отқанды жөндемін. Болды ғой, тұрмайсың ба? Кетсенім. Мінекей достар, біздер қазір сезімге звондайын деп жатырық. Ал сезім не? Қайтадан кімге? Аружанға звондап көрейік. Енді Аружан алмаса. Білем не қыластырды. Нөмірін жатталатын болдық қой уже Аружанның. Достар, енді біздерде Айдос пен Арман қалды, сол екеуін бірден звондап көрейік. Сол екеуі кішкене Солға. Енді кімге звондаймыз? Гаухарға звондап көрейік. Жоқ, Гаухарға звондап көрейік. Гаухарға звондап көрейік. Гаухар дейтін андай не Ол туылыс кетеді, енді. таппай көрден Бізде көбі алмай жатыр. Бізде Самат жазып жатыр. WhatsApp-қа сен кімсің деп жазып жіберіпті. Ал мен сөйлесіп көрейік. Қайтадан. Голосовоймен жазып жібересің ба? Звондаймыз. Давай звондай. Алло. Сен 8-ға түсесің ба? Иә. Мен сендердің барлықтарыңға звондап отырмын. Бізде Атырауда сендерден де күшті кинолар түсіреді. Сендер неге дұрыс түсірмейсіңдер киноны? Сендер дұрыс түсірмейсіңдер, жамансыңдар. Оданша сүрмей қойыңдар шеш. Достар, бәрі уже группа талқылап отыр барлығы. Иә, бұлар өте ұйымшыл. Сондай бәрі бір-бірімен ақылдасып звондап жатыр деп айтады. Я пранк қой деп Біздер кішкене интрига ұстап жатыр. Я не болса да біреу арамыздан номер таратып отыр. Енді прикол болмаса да бәрімізге звондамайды ғой дейді. Прикол болмаса дейді. Сол ғой. Всем привет деген жазады. Жири талқылап отыр. Достар, короче, айтып отырған нерім бар. Вообще ол Актерлік шеберлік көтеріліп кетті. Қатты көтеріліп. Прям көтеріліс бастап жатыр. Айнакөз Так, бір фото жіберген. Наргиз,
Бізге Атырауда күшті түсіреді, сендердікі жаман дейді. Кім? Айтамын жатыр. Біреу бізден номеріміз Байтабынға біреу берген біздің номерін өлтірді. Шұғыла. Шұғыла, жәде отыр. Шұғыла батысына. Жәде жазады да. Шұғыла жазды. Жәде, значит, сен бергенсің деп бүкіл оған не кетеді? Біреуіне звонда. Мафия өтішті. Короче, біздің айтқан сөздеріміздің барлығын айтып жатыр. Алма еккенін ала. Может быть, олар бәрімізге пранк үшін жазбайды. Звондамайды ғой, олар үшін бірдеме істегісі келіп тұр дейді. Бізді жаман қылғысы келе ме? Короче, звондаса бәріміз біттік дейді. Жылы сөйлесек, короче, алыңдар деп жатыр. 090 оғым. Айнагөз. Қазір былай дейік. Сен айтасың, номерді беріп отырған Айнагөз деп. Себебі саған звондап жатқан Айнагөз. Қазір сен басқа біреуге звондайсың да, сөйтіп айтасың. Маған номер. Атын жетеді. Себебі, достар, Айнагөз группада қатты көтеріп жатыр. Олар Айнагөз бізге звондап, яғни барлық ақпаратты алып жатыр. Сендер кімсіңдер, неге звондап жатсыңдар деп, сондықтан да біз Айнагөзді Патстай деп жүрейді. Мында айтып жатыр. Әйтпесе позорымыз шығады дейді. Біздің бұқтап айтқан сөздерімізді записке алып, жасалыпты жауып тастау мүмкін. Өз эмоцияларыңды жинаңдар, звондаса алмаңдар. звондаса алмауға алатын біреуге звондау керекпіз біз енді Айтамын, мында Айнагөзге звондайды. шұғыланы подставить. Жоқ, Бекарысқа звондайыңдар одан да. Бегас, мында отыр. Жоқ, Мадинаға звондайыңдар оны. Мадина да осында Сосын оны. Мадина емес пе? Звондаса алмаңдар деп отқан. Да. Короче, біреуіне звондай қайық, содан кейін айтамыз Айнагөз деп. Біз сендердің киноларыңды жаптырып тастаймыз. Біз сендердің киноларыңды жаптырып тастаймыз. Иә. 4-ші серия шықпай қалады. Иә. Сендерді мен түсініп өттім да, біздің барлығымызға жәнтәуетіп неге айтып өттісіңдер. Кішкенде бір сыйластық деген болу керек қой. Даже ағайымызға, режиссерімізға, продюсерімізға звондап өтсіңдер ғой. Сендердің балдарға теріс тәрбие бересіңдер негізінде. Біз балдарға тәрбие беріп отырған жоқпыз. Просто бізде балдар эмоцияларын ұстай алмайды. Сендерге айттым, сабақтап саған. Сен біз олар түсіндіріп жатыр деп олар. Соны мен ютубқа салам, қазір сосын сендердің киноларыңды алдырып тастаймын. Иә. Оның бәрі записқа жазылып жатыр негізінде. Молодец. Бізде білеміз де біз жазып жатқанды. Не олай істеп отқандарын түсініп отқан жоқпын. Кішкене бір адамға поддержка беріп, киноны толық тарап сөйтіп істеудің орнына керісінше басып жауып жатсыңдар. Сендер де дұрыс тәрбие бермеді ма ағайларың? Өйтіп па? Да. Алло, Иә. сен кімсің вообще? Адаммын ғой. Кімсің дейді. Не бәріне прикол ұстап отырсың, короче. Мен ешқандай прикол ұстап отқан жоқпын негізі. И не деп отырсың бізге? Айтып отырмын, ана ютубтағы киноларыңды алып тастаңдар. Реально сендер дұрыс түсірмегенсіңдер. Қарағым, өзің салатын кіші айтпеші на. Біз сендерден де күшті кино түсіріп жатырық. Түсіріңдер ал, маған ал дейсің. Осы бұқтағанның бәрін ютубқа салып жіберем. Жас талапты жауап тастаймын. Жібер дейді. Сен білесің ба, адамның уақытын алған бай звондаған заңға қайшы екенін? Қойшы көкем не деп отырсың, қайда азан? Не? Мамасы деп естіп қалған. Давайте бедер сонда. Мына пранкты осы жерден тоқтатсамыз, әлде бір нәрсе деп. Сосын Айнагөзді подставить Айнагөз подставить.
Мен Атыраудағы киноға қатысам. Атырау жағынан не провокация жасап жатыр? Ағай, мен пранк істеп жатқан жоқпын. Жоқ, не провокация жасап жатыр, не пранк. Естілмей жатыр. А? Там базаға салсам номердің барлығы шығады, оған сенің барлығы шығады. Тіркеуші номер жоқ, білесің ғой. А? Ағай, сіз бізге конкурент болып тұрсыздар. Қойшы, кімсің сен, айтшы енді. Жансаям. Мен қазір бар ғой, қазір екінші басқа жер жұмыс істеймін, қазір базаға саламын, телефондағын газеттерді, иә? Сосын есе айтқан тоғышты, үстіне ар жазам. Провокация жасаған үшін. Солай ма? Мейлі. Кім екеніңді айтып өт. Шоқтысың ба? Бұл. Шоқтысың ба? Кейін әйтеуір басқаша. Ағай, жалғыз ағайды өзіне айту керек, пранк деп, сосын аналарға айтпа деп айтамыз. Ағай, сосын ерте шыққан кезде ағай, андай бізге жақтасып жатыр, жақтасып кетті. Ай, қуғандар ғой, босқа алып уақыттарыңды құртпай-ақ қойыңдар. Пранкымыз дауға айналып кеткенде сұрамай тұр ғой. Біреуге звонда, үлкен шум болды. Алда сендерге айтам мен қазірде. Номерді кім бергенін айтам. Қойды ғой. Гаухар қосымшада отын дейді. Ағай қазір телефон тартып алды. Мадина тағы бір звондап көрші. Ол өзі боқтайтын кезге жетті. Маған звондамады, мені де танымайтын шығар. 99-31. Мен ғой, иә. Кім жазып отыр екен? Гаухар ғой. Сосын тоқтататын кезде айту керек. Болды, сендер де менен қалыңдар, мен де сендерден қалам, бір нәрсе дейді. Қумаш пранкты айтамыз ғой соңында. Мен дейтін жаңа дейтін звондағасын боқтап жіберген, мен қазір видеоны ютубқа саламын ма бір нәрсе дейді. Неге? Қараш, бүйтіп қарашаш. Тыңдап қараш. Мен дейтін жаңа дейтін звондағасын боқтап жіберген, мен қазір видеоны ютубқа саламын ма бір нәрсе дейді. Қуасың ба дейді. Бәріміз өсіп жатыр ғой. Қуасың ба бір нәрсе деп жазады. Бәріміз өсіп. Болды, тема жабылды дейді. Болды, тема жабылды. Бәріміз өсіп жатыр ғой. Олар осы теманы жауып тастады, біздер оны қайтадан ашып, қайтадан жүру керекпіздар. Кімге звондап? Айта берсін, салай. Назымға звонда деп берсін. Назым олар айтады ғой. Янайкында тұрады, кім деп айтады ғой. Сол бір қызға номерін берген, ал ол қыз подружкасына берген, ал подружкасы бізге айтып отырды. Бүйтіп салып жепті. Бүйтіп салып. Звондай берсін, алмай қылды. Қалай қорықпайсың да біз өзімізді ойлап жатырмыз. Негізінде біздің балалар да бар ғой, мысалы біреулер боқтап қойын деп жатыр. Енді біз олардың артын жабу беріппіз ғой, бірдеңе деп жаңағыдай самоучтеп кішкене бірдеңе деп айтпаймын ба, может. Келісуге шақырғысы келіп жатыр, Айнакүл. Иә, қазір бізге біреу звондап оны күтейік. Әйтеуір бір-біріміздің артымызды жабайық енді бірдеңе деп. Бәріміздің артымызды. Мына номер емес сияқты. Ұқсайды, бірақ ол тұрмаған үшін. Ой, темада қақпайтын сізге звондап отырмыз. Қалайсыңдар? Неге? Сигул бізге деместей алмайды. Звондаса бұл боқтатсам. Боқтамау керек едіңдер ғой, неге боқтаттар? Шынымен түрде сөйлеспейсіңдер ма? Болды, уже бітті кетті. Переживайте, все будет хорошо. Ай, айтып жатыр ғой, мыналарға айтып боқтамасын деп. Боқтама деп жүрмеймін. Не кішкене ауылдан неге бола алмайсыңдар ма? Еще тағы да жазып отыр. Ойланар. Мен деген сөз жоқ, біз деген сөз бар. Болды. Өздеріңнің қарапсыздарын ойлаңдар, бәріміз біріміз. Айтасыңдар ғой, біреудің балалары сосын сөйлеп тұрыңдар. Асып кетпеңдер. Осы Наргиза мен Айнакүл не істегісі келіп жатқан жоқ. Да. Да, кто это? Сен кімсің? А ты кто? Чем бірінші звондадың ғой? Салты звондадық па, не? Ол Аружан деймін. Кім ол Аружан? Жоқ, звондаған жоқ. Сабина орысша сөйлейді ғой. Да, бұл кім?
Аружан емессің бе да? Да, и Орысша сөйлемейші, еш кинода қазақша сөйлейсің ғой, қазақша сөйлешеш. я не болды. Сендердің киноларың нашар, жаман, түспей ақ қойыңдар. Я сені тыңдап сөйтіп. Жылай бермеш, Низат, шын айтып тұрмын ғой, реально. Как будто сен күшті кино айтып тастадың. Иә. Құтты болсын. И вообще біздің номер сенде қайдан жүр? Сен білесің бе, біз сені тауып алатынымызды? Яна Кинде ма, сонда тұратын бір қыз берді. И что біздің кино жаман? Что ты этим хочешь сказать? Ол қыз сендердің араларында отыр, короче, берген. Да, я знаю. И что? Ол біздің киноға түседі ендігі. Түсіресің? Бізге не болып тұрдың? Қайта өзіне жақсы. Иә. Енді? Киноларыңды алып тастаңдаршы, шоданшы. Сен айтқанша алып тастаппыз, аха. Сен бізге ол айтатындай кімсің өз? Мен жалбыз түсірем, сендер маған боқтап сөйтіп атсыңдар, ютубқа салып жіберем. И потом киноларын жауып тастаймын. Қалайсыңда? Кәдімгідей. Сендердің балдарың маған боқтады ғой, соны ютубқа салып жіберем. Я қорқамыз, аха. Сендерді масқаралап, киноларын жауып тастаймыз. Не үшін? Енді олар маған боқтады ғой. А сен Боқтамау керек. оларға ойынға звондайсың. Мазаларын аласың, потом олар сені боқтайды. Это уже ясное дело. Мен сендерге просто айттым, киноларыңды алып тастаңдар, онша емес деп. Это наше личное мнение. И бізге кино ұнайды, біз оны саламыз. Это уже не ваше дело. Просто олар деген заманға сай емес кино түсіріп тастадыңдар сендер. Оны бұрын бәрі түсіріп тастады. И что? Сен может бір жерің кетіп жатыр ма? Біз түсіре береміз. Бізге просто конкуренция болатсыңдар сендер. А, ну тогда бізден де жақсы түсіруге тырысыңдар. Не то, что просто біздің киномызды алып тастауға. Біз сендерден де жақсы кино түсіріп жатыр көжі. Вот түсіріңдер, потом көреміз кімдікі жақсы шыққанын. Давай онда. Иә. Аружан өте сабырлы адам екен. Аудиожапись Ешқандай бір негатив айтқан жоқ қой. И мен соны айтып тұрмын, бір-біріміздің артымыздың косягымызды жабайық деп. жоқ, ондай адам қасиет жоқ, қорықпай жүрнеш, біз дымыс емет болдық. Қалай енді істеп жүріп істемеді деп айтамыз енді. Мысалы ішімізде біреуді құттық бүтін солардың кассеттарын жабайық енді бірдеңе етіп. Мынаған айтып па, білмеймін, түсіп тұрған жоқ өзім. Жарар, енді боқтаса болды дейді. Біз өзіміз үндемедік олар сенді. Біз оларға дым демедік, өздері тұрып сондай сөздер айтты. Бізден ешқандай кінәміз жоқ, болды. Жабыңдаршы теманы. Енді кім шығады группадан дейді. Маған интересно да, ол біздің барлығымыз номерімізді алады деген ішімізде бір сатқын бар значит. Сол сатқын өзің болып шығасың. Аружан қазір айтпайған. Жаңа біздер Сабинаға айтқан болатынбыз, сен номеріңді, яғни Янайкинде тұратын бізде Айнамкөз сол берді деп. Енді ол не айтады екен көрейік. Янайкиннен бір қыз берді деді, номерді қайдан алдым дегенде. Сосын айтты, не деп, сен Аружан емессің бе, қазақша сөйлесей деді. Сосын қазақша сөйлегенде ол айтты, сендердің балаларың маған боқтады, мен оның барлығын жазып алдым, ютубқа салып сендерді масқаралаймын деді. Киноларын жапқызып қоямын деді. Сосын Айнамкөзді айтты, Айнамкөз номерді берді. Енді Айнамкөз біздің киноға түседі, сендердің киноларың заманға сай емес, өшіріп тастаңдаршы деді. Мен айттым, өшірмейміз деп. Янайкин деді ма еще?
ол значит менің инстаграмымды қараған өткен менің инстаграмымда андай үстіне шығып тұрады ғой қалалары сондай янайкин деп шығып тұрғаны бар еді менде. Еще Айнамкөз біздің киноға түседі деді ма? Уже сол менің атыма деген қайдан білетін, вообще ешкімге номер бермеймін. Өзім номерді, ағай номерін бәрін кассетқа тықпай мысал үшін істеймін. И то бүгін мен таймен тұрсам, ол маған 5-6 рет хабарласқан еді, бізде ондай қыз жоқ. Сосын звондағанда атыраудамын деді да, атыраудан деді. Мен қас класстастарымнан сұрап көремін, бірақ класстастарымыз бәріміз номерімізді білмейді ғой мысал үшін. Сабина бірдеңе жазып жатыр тағы да. Айнамкөз ақталып жатыр. Мен оған берген жоқпын деп. Айнамкөздің инстаграмда енеке деп шығып тұрады екен. Мен бірақ оны көрмеппін. Бегарс біреу берген болар. Так, Сабина, ол айтты номерді сол қыздан алдым деп еші менің сөздерімді аудио жазғанын естіп отырдым дейді. Құрметті актерлік шеберлік үйірмесіндегі достарымыз және де ағай, біздерге ренжімеңіздер. Бұл біздің, яғни видеоблогер үйірмесінің сіздерге 1 сәуір күлкі күніне арналған